18 ғасырдың басында Ресей империясының назары қазақ даласына ауа бастайды. Бірінші Петр патша үстемдік жүргізуге және Азия елдеріне шығуға бірден бір ыңғайлы өлке қазақ даласы деп есептейді. Бұл кезде Түркия, Швеция, Иран және Қырым елдерімен ұзақ соғыстан қалжыраған Ресей үкіметіне армияны ұстап тұруға көп қаражат қажет болды. Сібір губернаторы князь Гагарин Жоңғарияда Жаркент қаласының маңында алтын қазбаларының үлкен қоры бар деп естіген сөзін бірінші Петр патшаға жеткізеді. Тобылдан бастап ертіс бойымен бекініс құрылыстарын жүргізе отырып, Жаркентке дейін әскери шептеуді нығайтуды, сосын алтын қазбаларын басып алуды сынады. 1714 жылы бірінші Петр подполковник Буккельстің әскери экспедициясын қажетті қару-жарақтармен жабдықтау туралы жарлыққа қол қояды. 1715 жылы жазда құрамында 2797 адамы бар әскери экспедиция Тобылдан қайыққа отырып ертіс бойымен алтын жорығына аттанады. Тар қаласында бұларға ертіс шегінде жол торып жүрген 1500 атты казактар қосылады. Отряд 1 қазанда Ямышев көліне жетіп, ертістің оң жақ жағалауынан 3 километр жерге Ямышев бекінісін салады. Бекініс құрылысын швед офицері Каландер басқарады. Ол кезде ертістің оң жағын жоңғарлар, сол жағын қазақтар мекендейтін. Рұқсатсыз бекініс салып жатқан орыстарды өз жерінен қуу үшін Цевен Рабдан 10 000 жоңғар әскерін жіберіп, экспедицияны қысымға алады. Өйткені орыстардың ертіс бойымен жоңғар жеріне қарай бағыт ұстауы оны қатты алаңдатқан еді. Экспедиция тек қазба байлықтарды іздестірумен ғана айналысады. Өзгенің жерін жаулап алу ниеті жоқ деп айтқан сөздеріне жоңғарлар сенбейді. Тобылдан қосымша жіберілген азық-түлік қару-жарақ ақшаны жоңғарлар олжалайды. Осы жолы тұтқынға түскен швед Йоган Густав Ренат кейін Жоңғарияда зеңбірек жасауды ұйымдастырады. 3 ай бойы бекіністе қамауда отырған экспедиция ішінен жұқпалы аурулар шығып, ақыры көктемде орыстар бекіністі бұзып шығып, дүние мүліктерін алып ертіс бойымен кейін жүзеді. 1716 жылдың аяғында Тобылға оралады. Бухгольц экспедициясының сәтсіздігіне қарамастан Ресей империясы ертіс бойымен жүзуін тоқтатпайды. 1716 жылы Сібір әскери отрядының полковнигі Митегоров Ямышев бекінісін қалыпқа келтіреді. 17 жылы подполковник Ступиннің отряды Железинка бекінісін, 18 жылы Семей бекінісін салады. 1 Петр 1726 жылы алтын қазбаларын табуға майор Лихаревтың жаңа экспедициясын жасақтап, далалық зеңбіректермен қаруландырып, жорыққа аттандырады. Экспедиция ертіс бойымен жүзе отырып Сайсан көліне, одан ары жоғары ертіске қарай бет алады. Олар 8 тамызда жоңғар хандығын қорғап жүрген 6000 жоңғар әскерінің қоршауына түседі. Лихарев қалдан серенмен келіссөз жүргізіп, өздерінің тек қазба кендерін іздестірумен ғана жүргенін түсіндіруге тырысады. Қайтар жолда Лихарев экспедициясы Үлбі өзені бойында Өскемен бекінісін салады. Ертіс әскери шебін құру 18 ғасырдың ортасында толық аяқталады. Ұзындығы 888 километрге созылған бұл шептің бойында 1755 жылға дейін 5 бекініс, Омбы, Железинка, Ямышев, Семей және Өскемен, 10 форпост, 29 далалық бекініс және 35 белгі мұнаралар салынып бітті. Ертіс әскери шебінің бекіністерін салуға Сібір қалаларынан және Орынбор әскери шебінен 800-ге тарта адамдар қатысты. Жоғарғы ертіс дистанцияларының құрылуына байланысты жергілікті жерге бекітілген атты казактар мұнда жол бойының жасақшылары болып атанды. Бұл казактар негізінен бос жүрген қаңғыбас адамдардан жасақталды. Сенаттың 1736 жылғы қаңғыбас және босап жүрген адамдарды полиция жұмысына пайдалану туралы жарлығы бойынша қаңғыбастарды мемлекет жұмысына пайдалануға шешім шығарылды. Ал патшаның 1701 жылғы жарлығында қаңғыбас адамдардан казак жасақтарын құру керектігі айтылғанды. Сөйтіп, ертіс әскери шебі гарнизондарының құрамына Ресейдің ішіндегі неше түрлі бұзықтар, азғындар тобы, қаңғыбас адамдар алынды. Ертіс әскери шебі
1711 жылы ертіс бойында Сібір драгун полк жасақталып, оған Тобыл және Терск казактары әкелінді. 1725 жылы барлығы 782 казак сапта болды. 37 жылы ертісте Сібір шекара шебіне қарайтын дербес әскери басшылық құрылды. 45 жылы ертіс әскери шебінің бекіністерінде Ресейдің Европалық аймағынан әкелінген Ширван және Новопетербург жаяу әскери полктары және Вологда, Луцк, Оленецк, Драгун полктары орналастырылды. 18 ғасырдың 50 жылдарына дейін салынған Ишим бекініс шебі солтүстікке қарай алыстап кеткендіктен 1752 жылы шекара бекіністерін түзету әрі күшейту мақсатымен жаңадан Пресногор әскери шебі салына бастады. Өскемен мен Бийск, Шульба, Кузнецк аралығындағы бекіністер сол жылдар салынған еді. 59 жылы Сібір губернаторы Саймоновтың ұсынысы бойынша Бұқтарма бойында бірнеше бекініс салу ұйғарылады. 60 жылы осы ара алғаш рет казак семьяларын көптеп көшіріліп әкеліп қоныстандырылды. Сібір шебінің айрықша казак әскерлері құрылды, ал оның штабы Омбыда болады. Бұл штабқа Пресногор, Ертіс, Калыван шебіндегі барлық әскерлерге басшылық ету жүктеледі. 1797 жылы Омбыда, Семейде, Петропавлда және Бийскіге гарнизондық полктар құрылды. Сібір шебіндегі барлық әскерлерді 1805 жылы құрылған Сібір инспекциясы өз қол астына біріктіреді. 3 жылдан кейін ол 24-ші дивизия деп аталады. Сібірдегі әскерлер құрамынан 1816 жылы дербес Сібір корпусы құрылады. 1829 жылы Сібірдегі гарнизон батальондары шептік әскерлерге айналып, оның 11 әскери батальоны Батыс Сібір мен Қазақстан жеріндегі қалалар мен бекіністерге орнықты. Сөйтіп, 1865 жылы Батыс Сібір әскери округі құрылады. Сібір әскери казактарына Ресей империясының шептерін және патшаның Қазақстандағы мүддесін қорғау жүктелді. Казактар Ертіс әскери шебінің бекіністеріне қызмет істеумен қатар, Омбыда жандармерия, яғни жазалау командаларын құрады. Сонымен қатар олар сотталғандарды күзетуге, басқа да жұмыстарға пайдаланады. Әскери шептерді нығайтудың нәтижесінде қазақ даласын бірте-бірте жаулап, басыбайлы отарлау мүмкіндігі туады. Мұнда орыс, қалмақ, башқұрт тағы басқа кірмелердің қоныстануы көбейіп, енді оларды азық-түлікпен қамтамасыз ету қиындық туғызады. Сондықтан патша әкімшілігі қазақ шаруаларының ата қоныстарын тартып алып, оларды станицаларға жекелеген казак, орыс шаруа қожайындарына пайдалануға береді. Міне, ертістің әскери шебі осылай құрылып, патша үкіметінің қазақ даласын отарлау саясаты осылайша жүзеге асырыла бастайды.